Ал Мағрипа, қызым, жолың болсын. Түркістан үлкен қала. Сабағыңды оқып тыныш жүр. Жұмыс істеймін деп әуре болма, ақшаны өзіміз салып тұрамыз. Сабағыңды оқы. Сіздерді қатты сағынатын болдым ғой. Каждый суббота келіп тұрам берді. Қызым, суббота сайын келіп әуре болма, ақшаны өзіміз салып тұрамыз ғой. Айына бір келсең де жетеді. Қарындас, тезірек болсақ жүректе жол алыс қой. Не болды ағай? 9 ай бойы құрсағында көтеріп 17 жыл бойы өсірген анамызбен қоштасып тұрған жоқпыз ба мына жерде? 5 минут кешіксек Түркістанға кіргізбей қоя ма біреу? Бірақ Мағруфа, анамызға қарап жүр, үй шаруасына көмектес жарай ма? Сосын ана тауықты ертең төбелестіруге апарасыздар ғой, мен ақшасын алып қойдым. Жақсы. артына отырып ал, алдына отыра берем. Ауылдан шықтық қой, қурап кеттім ғой, шыдаймай кеттім ғой, ше. Сен қарындас қадырады екенсің ғой. Қанжаға 9 ай көтерген, 17 жыл мәпелеген отбасым деп атқаның. Бірден өзгеріп кете салдың ғой. Айта бересің ғой, 17 жыл өсірді, мәпеледі дегенде өзіміз өстік қой негізі. Просто мамашқа мәз жоқ қосын дедім да, Базар. Ей, Тимей, өшір, рұқсат сұраса бірінші. Ағай, көт болмаңызшы. Білесіз ба, салоныңыздан осырық несі шығып тұрған, сиденияңызға осырық несі сіңіп қалған. Кішкене темек шегіп исін кетірейін деп еді ғой, полигіңіздан шығып отыр ғой, білесіз ба? Ысқыртты, терезені ашайын жамай. Ертең бұйыртса қалаға барам да, ше, жақсылап душқа түсіп, бетіме айран жағып, аяғым жүнін қырып, аузым сасқан барлығын кетірем да, бір соска жігіт ұстап алмасам. Не үшін баратсың қалаға? Әңгіме айтып отыр, жол қысқарсын кішкене қарындас. Түсінсіз ба, ағай? Қалай әңгіме айтқан кезде жол қысқарады, сол расстояние ғой, бір жер жүріп барамыз ғой. Мен қазір сізге 5 минут әңгіме айтсам, сонда 5 минутта Түркістанға кіріп барасыз ба дедіңіз? Асықпай әңгіме айтып, жолды ұзартып, жолда туалетке кіріп дегендей ғой. Қарындасым, әңгімені өлтіреді екенсің. Өткенде бір әңгімені қылқындырып өлтіріп қойғам. Музыка қосыңызшы, музыка тыңдап барайықшы, күшті болып. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Сендердің Мағриб пушкаларын қайда бара жатқан білесіңдер ма? Тапқан адамға атасын басында бермеймін, өткені өзім айтамын, мен Түркістанға шығып баратырмын. Қасында отырған таксист ағай маған қайта қырындап, қызым боласың ба деп атыр. Өтірік айтып атыр, өтірік айтып, не істеп атсың? Өшірей. Жынсыз ба? Өзінше мал болып отырсыз ағай? Көтсіз ба? Айта салмайсыз ба? Я, болды деп, мен жігітімін деп. Ертең әйелім көріп қойсашы. Әйеліңіз мені тани ма? Мені таниды ғой әйелім. Бір видеоға я дей салсаңыз, ешнәрсеңіз кетпейді ғой ағай? Бопты мақыл, ренжіме айнал қарындас. Мақыл, түсіре берші. Сәлем достар, домалақ бастар, тағы да бұл менің жігітім, қалаға алып бара жатыр мені. Күшті, өзіміз кетіп бара жатырмыз. Қалада жол қанша? Нормально түстің ба? Иә. Өлең қатырақ қойын. Даусын шығаршы. Сыйыр! Сыйыр ала бер, бұзауықтың ағыласын, өгіз бұзауық керек емес. Сыйыр ал! Жынсыз ба ағай? Қорқып кеттің ғой? Сиыр қақып кеттік па деп ойлап қалдым ғой? Сиырды қақып кеттік қой, артты қалды ол. Мен де арасында әзілеп тұрам, бауыздап қоям. Сүйегім кеп кетті ғой, бір жерге тоқтайықшы ағай. Қазір бір пример, 1 километрден кейін магазин шығады, сол жерде тоқтаймын. Қарындас, сестренка, сиыр. Магазин келік, су-пу, дәретхана, мәретхана, туалетхана. Ағай, маған горилла мен самсала салыңызшы ағай. Сен жынсыз ба, мен сен күйеуің ба? Бар ал өзің. Не болды ағай, әкеп бересіңіз бір жеріңіз түсіп қала ма? Ай, бар ал өзің, жынма мынау. Ақша беріңіз онда. Сен жалпы ар намыс, ұят деген кісілермен араласасың ба? Ой ағай, сол ақшаға соғырлым пивода ашып тастайсыз ғой? Өзіңіздің қарагөз қарындасыңызға бір горилла мен самса бере алмайсыз ба сонда? Сауабымды аласыз ғой ертең. Бірақ қарындас, отыра бер, ренжіме. Иә.
Рахмет, әпше. Жібердім. Машина. Мал! Тоқта, Тоқта! Достар, домалақ бастар, менің жігітім менің артымнан жүгіріп келе жатыр. Не істейін, тоқтайын ба, жоқ әлде тоқтамай-ақ қояйын ба? Соның жауабын жаздырсеңіздер, давайте. Тоқта! Сен есің дұрыс па? Есің дұрыс па, сен не істеп жатсың? Аға, ойын ғой, кішкене ұйқысы ашылсын дедім да сіздің. Ұйқысы ашылсын дедім ба? Жұмысыз ба, сөйтіп ойнайма адам, Кешіріңізші, мен зәрем қалмады ғой. ашуланып кетеді деп ойлаған жоқ ма? Ренжімеңізші. Сен битші, түшші. Аға, мен енді ойнап... Құр кет бар болды. Адам сөйтіп ойнайма, ақымақсың ба сен? Машина ғой бұл. Аға, мен білмей қалдым ғой. Жап есікті. Бір өзімде сорлы қызбын ғой, көтімді қысап отсам қайтеді. Қарындас, отыр. Кешіріңізші, ағай. Мәні, горилламен. Самда жеп алып. Рахмет, ағай, кешіріңізші. Горилла жылып кет. Самса суып қалды. Рахмет, ағай. Кешіріңізші, ағай, аузымнан байқамай шығып кетті. Рахмет аузынан шығарғаныңа. Неменеге қатып қалған боқ құсап қатайып отырсыз? Кешірім сұрадық қой, бір емес, 2 рет. Сен бірінші нормально сөйлеп үйрен. Кешіріңізші, ағай. Келдіге болды, айтпа. Жақсы, ағай. Сау болыңыз, рахмет сізге. Рахмет айтпай қош. Машинаның берекесін кетірдің ғой. Нәскиін шештің ба, капронын шештің ба. Давай. Өнінші болыңызшы, бұйыртса жолғамыз ғой тағы. Жолықпаймыз. Жолықпай қойықшы болды. Не сықырып атсыңдар, жабайсыңдар ма, адам көрмегесіңдер ма? Мен сияқты әдем қыз көрмегесіңдер ма? Сабырың ба, не қылдың? Ұламай қалдық па, қарындас? Мейірімға түйттісіңдер. Топастар десе. Мен сендерге қарындас емеспін, мен сендердің шешелеріңмен жасты адаммын. Мынаның мінез ит екен ғой, бай алмасын ит. Бай, Кім? Кіндігім? Ойнамай айтшы, кім? Бас әрпі М, соңғы әрпі 7. Гаухар сен ба? Қайдағы Г, бас әрпі М деп тұрмын ғой. Мен ғой Мағрипушка жеңге. Ойбой, жаным, бай боласың. Даусын танымай қаптың ғой, даусың өзгеріп кеткен ба? Темекі шегіп жүрмін ғой. Алып баста, ағаң білсе өлтіреді ғой. Ағама көрсетпей шегем ғой. Бопты, мамаларың қалай? Мамаларың демей, 700 мамасы бар адам құсатпай. Мамаң қалай демейсіз ба? Осыларды өгіз болғанша үйретіп өтетін болдым ғой осы. Мағрипа. Қалжың ғой жеңге, жеңгушка, шпедік па, чекушка, қойсың, короче. Шындығызай. Жеңге мен бетіп ауылда жатып, телефонмен де сөйлесе берем ғой. Есікті ашаспай или жаймен ауылға қайта берейін ба? Ойбой, жаным, кешірші. Ұмытып кетіп ғой, мен сенімен телефонмен әңгімен соғып тұрмын деп ойлап тұрмын ғой. Бопты, кешірдім, есікті ашыңызшы, қатып қалдым мен. Болды, мін. Аға. Қалайсыздар, жеңге? Сен қатын, басыңыз сыйма сен?
Не қылдың мынаны? Көзін шығарсын қайтесің мынаның? Әпкем маған бола жіберіп отыр ғой бұның. Не айтам мен әпкеме енді? Мен енді атеге істеген жоқпын ғой. Кішкене сюрприз болсын дедім. Сен шампанскиймен сюрприз істемей ақ қойшы. Көзін ашып жатыр. Ойбай, көзімнен от шығарып жібердіңіздер ғой. Үйлеріңіз өртеніп кеткен жоқ па? Ай. Менде бош жаным қатты ауырып отыр ма? Кешірші жынды женшеңді артық қылам деп тыртық қып қойдым ғой. Жыртық қып жібермегеніңізге шүкір жеңге. Көзімді айырып жіберейін дедіңіз ғой. Мағрипош, қалайсың? Жаным сол. Кішкентай кезіңде, дәл осылай жылаған кезіңде бауырыма басып құшақтайтын едім. Жаным әшейін, мен де сені сағындым. Дәу қыз болыпсың ғой сен қазір. Жүріңізші темек шегіп қайтайықшы. Не дейді? Қалжың деп жатыр ма аға? Ой, бәске. Барып шай ішіп, қазақ деген ана қонақ келсе, жалғыз қорадағы қойын сояды деп. Мал асырамаймыз ғой біз. Болат ағам ше? Қалжың ғой, қалжың деп жатыр ма? Қалжың деп жатыр. Сендер байғыңдар, сендер өздерің әңгімелеріңді айта беріңдер. Болды. Мен жұмысқа кеттім. Жақсы. Болды аға. Кешкісін не жұмыс ол? Маған да қызық ше. Біреу бар сияқты. Мөлдір. Саған адам сияқты түсіндіріп айттым ғой мен. Не деген бір түсінбейтін топас қатынсың. Ашу сұмдық қой, ә? Сондай болып кеткен қазір соңғы кезде болмайтын нәрсеге ашулана береді. Қызылордадан қонақтар келіп жүрген жоқ па? Сен де бір қайдағын айтпа. Қой өйстіп отыра береміз да, ыстық қып шай ішіп жүр. Ба шай емес? Кемпіріміз ба шай ішіп отыратын? Бағанағы қайда? Не ол бағанағы? Көзімді айыр жіберейін дегеннің ішіндегісі қайда? Шампанский ма? Оны бағана ағаң маған ашуланды да, бытшысын шығарып лақтырып жіберді ғой. Сонда әшейін жеп қалдым ба мен? Магазинде бар ғой, алып келейін ба? Сөйтсеңші, жеңге. Онда сен бүйт, мен қазір магазинге барып тәтті алып келем, рахаттанып отырып, өзіміз отырайық, сен реттеліп ала бер. Аха, жарайды. Ауылда ешек тепкен кезде бүйтіп көгермей еді ғой. Жеңгем ешектен де жаман болып тұрма сонда, ұлдары. Нені? Сәлем достар, домалақ баста. Баршаңызға қайырлы түн. Қалаға айтпақшы Мағрипушка келді. Жігіттеріңді байлап ұстаңдар. Аяғың Әзірбайжан мужиктарының аяғы сияқты екен дейді. Мағрипош, Ау! болып қалдың ба? Нені? Жуынып болдың ба деймін? Сүлгі бере салыңызшы. Аха, қазір әкеп берем. Аха. Деше, үйлеріңізге Дайсон алып қоймайсыздар ма? Қалада кәдімгі шашымды Дайсонмен кептіріп сторисқа салам деп ойлағам ғой. Қаяқтан парабойдың арасына тығып әрең кептіргесің ғой. Кеп тұрыпсың ғой? Отында наңғарсай не келген мен? Ой! Абайлаңызшы, тағы да бір жеріміз шығып атпасыншы. Басымызға тиді ғой, болды. Енді бізді білесің, бір ағаң айлығына қарап отырмыз. Шампанскийдің бокалдарын алмақ түгіл ана кредитімізге зорға жеткізіп отырмыз ғой. Негізше, өзімде жұмысқа шығуым керек еді. Дұрыс айтасыз деше. Қазір біреуге жұмыс істейтін заман емес. Қазір өз-өзімізге жұмыс жасауымыз керек. Блогер болайықшы деше, вайн түсірейікші біз. Вайны не, сұқыршы?
Сіз білесіз ба, қазір Вайнерде қанша ақша табатын блогерлер? Ана, NNN дегендер бар ғой, машинасын апта сайын нәски ұқсап ауыстырады ғой. Мен нәскиімді етіп ауыстырмаймын ғой. Мен нәскиімді до конца мәсі болып қалғанша киемін ғой. Сөйтіп өзі қурап түсіп қалады аяғымнан. Тауып сын мақтанатын нәрсе. Міне сіз қараңызшы деше, мен қазір Инстаграмда 3000 подписчигім бар да, күніге бір нәрсе сала берсек, сосын күшті болып подписчигіміз көбейіп танымал болып кетеміз. Ай сайын шетелге шыққыңыз келмей ма, демалғыңыз келмей ма? Шыққым келеді. Турцияға барып, терезесі теңізге қараған бөлмеде Юсуф Мироғылымен оянғым келеді мен де. Не аласың жүн қылып? Мен аяғымда құшақтап жата берсеңші? Білік, біреусін немеге қалдырып қойғансың? Сіз ғой жаңа душтан шығатын кезде бол деп асығыс құра салдым. Атростық берейін ба, жақсы өжет жүндерім. Қойшыке, қойшы. Бір өзімеде елегізіп, жүнді болып кетем бар ғой. Ана ағаң, тем более көрдің бағана. Қатты өзгеріп жүр. Ашуланшақ болып кеткен. Бірақ жұмысқа баратын кезде сыланып, сипанып, сөйтіп кететші. Біреу бар ғой, значит, еркектердің бәрі бірдей ғой, білесіз ба? Бір әдемі әйелді көрсе болды, соның артынан теке ұқсап, секеңдеп кете қояды ғой. Сізге де сәл өзгеру керек негізше. Ой, бет сол халатыңыз сәл бет турласаңыз әдем болып кетесіз ба? Үнді әдем емеспін ба не? Баяда ағаң 1,5 жыл жүгірді артынан. Вот именно 1,5 жыл ғана жүгірген артыңыздан. Қазір сіз мүлдем өзіңізге қарамай қаласыз ғой, толып кеткенсіз, үйдің тірлігі, үйдің жұмысы, тамағы, киімі деп отырып, үйде отырып қаласыз. Енді сол бір ағаң жағдайын жасамағанда, одан басқа не тірлік істеймін мен? Ертеңнен бастап мен сізді фитнеске апарам. Кәдімгідей екеуміз бірдей азамыз, жастарский киінеміз, полный өзгереміз, сосын ағам бізді қызғанаттан үйден шықпай қояды. Әңгіме ұнап отыр сен мағанша. Тұпы сен келген қандай жақсы болды бар ғой. Кел, ақ қойшы осы үшін. Аха. Прямойға кірейін мен, айтпақшы, прямойға кірген кезде сені подругам деп таныстырам, а то жешем деп таныстыратын болсам, ешкім қарамай қояды сізге. Кімді қаратамай жүрсің маған? Ойбай, енді ағамды кішкене қызғандырайық та, оның үстіне сіздің самооценкаңыз деген нәскиге түсіп кеткен ғой. И то менің қатып қалған нәскилерім жоғары тұр. Сол үшін подругам деп таныстырам, жай ма? О, адамдар кіре бастады. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін мен Молечка деген подругамның үйіне келдім. Моля, привет деп қой. Моля, Привет! Біз Моля екеуміз Моляның үйінде шампанский ішіп отырмыз. Жаңа жыл тойлауды бастап кеттік. Жаңа жыл өтіп кетті ғой. 2024-ті тойлап жатырмыз ғой. Значит, енді біз күні кешеміз. Не дейді? Подругаң соска екен, басы бос па дейді. Басы бос? А чё? Бізде туса жасап ішіп отыр екесіңдер, ақыры біз жаққа өтсеңдерші дейді. Қазір мен өзің личкаңа жазам, деше. Шақырып отыр бір жігітте, барып қайтайық та. Барам деген не сен ол жігіт танымайсың да ғой. Ай, не алады? Барамыз да отырамыз, қайтамыз ғой. Барамыз деген нес? Ағаң білсе өлтіреді ғой бізді. Қашан келеді ағам жұмыстан? Ертең әбетте? Ертең әбетте келсе, қазір 1 сағатқа барып келеміз да, ағам білмей қалады. Олар танымаймыз да ғой біздер, маньяк болып бізді өлтіріп кетсеші. Ой, деше, өлтірмейді, не аңлады бізді өлтіріп. Барайықшы, барып келіңіз. Мен қазір жазып жіберейін, Вип қазақ, сен маған адресіңді жазып жіберші, Деше, сүт болып кино алып шайықта кеттік. О, көптен күткен соск қыздарымыз келіп қалды. Қош келдіңдер қыздар. Қалайсыңдар жеттер, амансыңдар ма? Саламатсыздар ма? Сәлем соска қарындас. Мен подругамды соска деп еміп алып жүрмеңдер қазір. Тамақтарын жеп отыра берсін бұлар. Келіңдер қыздар, отырыңдар, жайғасыңдар. Қалай жеттіңдер? Вечер отыр ғой. Жаяу жеттік қана жерде екен. Тамақ деген кеуіп кетті ғой, шетін бір нәрселерің жоқ па? Бар ғой қыздар, келіңдер, ақтан ба, қызылдан ба? Енді қыздың көзі қызылда дегеннен кейін қызылдан құйсай, құрбым екеуміз қақ бөліп ішіп алайық. Қыш родной. Мен ішпеймін. Ішпеймін десе, таныстық үшін шикта не болды соншама? Мағрипа, подругаңмен таныстырсай, сен мақыл көріп жүр қой прямой эфирден. Жарайды, таныстырайын. Таныстырсам құрбымды, есімі болады мөлдір судың бұлағындай, тап-таза, болаттың жүзіндей. Қысқаша Моля ғой. Моляжан,
Онда артын суытпай, өзің бір тілек айтып жібер. Давай, подруга. Ал мынау тілек беріп сыйлап атқандарыңызға көп рахмет. Бір керемет отырыс болсын, жақсылық болсын. Қуаныштымын танысқаныма. Мен қатты қуаныштымын. Ішім қызығып тұр да. Бір билеп па бір нәрсе істейікші, а? Болды, кеттік жүріңдер онда. Билек, а? Понятияң бар екен. Ал қыздар, жігіттер, келсіңдер, дастарханға отырыңдар. Жайғасайық. Жоқ, жігіттер, сіздер ренжімеңіздер, біз болды. Қайтайық үйге, Мағрипа, қайттық үйге. Моля, мен ешқайда да қайтпаймын, таңертең қайтам, өзің қайта бер, жарай ма? Оля, жаңағына келдіңдер, қалсыңдаршы кішкене. Құрмет достар, домалақ бастар, біздер Бағланның үйіне келдік. Қазір үйін көрсетем, тікелей эфирде болыңыздар. Кеттік, жігіттер. Моля, не бүртіліп отырсың, ұялып отырсың ба? Или қорқып отырсың ба бірдеңеден, айтшы. Жоқ, мәселе қорыққанда емес. Уақыт болып қалды ғой, қайту керек. Оның үстіне ерте тұру керек азанда. Қайтасың, Моля, не бол? Қайқасы қыласың, қайтасың ғой. Жек демалайық та бүгін өзіміз. Неға бүйтіп жүрсің? Көріп отырсың, Мағрипаның понятиясы бар. Сенің де понятияң бар. Бір тартып, мен алшы бір 100-ден тартайықшы, қойшы. Қайту деген айтпашы, пожалуйста. Давай. Белекші бір барыс белекші, менде бәше мощный медляк музыка береді, кеше тартып берем бе достым мен. Ой, мына осы белек жүш, мен сен белге шап жүш. Пожалуйста, жүш. Мен мас емеспін, Моля, жүш белек. Моля, сен негізі әдемі қызсың ғой. Просто өзің басылып қалғансың ғой негізі. ғашық жан ару ол қару. Қысылмасай, басылмасай жан. Атымды қару. Жалмаш деген. Не болды? Ей! Атаң басына сүйін деп атсың ба? Сүйме мені. Мен жолдасым күйеуімнен басқа ешкім сүйуге болмайды. Не болды соншама күйеуім бар деп айтпайсың ба? Мен бір сен өліп бар дейсің ба? И так та жыланем саған не? Өзім демал, өзім отпай ма керегі жүдесің. Сорлы басма, нем бар еді келіп. Жаным болады, кешірші. Мен саған адал жар боламын. Үйден шыққанымды білмесе екен. Жіберіңдер! Оңбақандар, жіберіңдер мені! Оңбағанда, жіберіңдер! Жіберіңдер! Жібер дейм саған. Қарындас, успокойся. Ашуың бас. Басыңды қатырма, Мағрипа тұр. Мағрипа тұр. Қыздар. Жіберіңдер бізді. Ашуың бас, қарындас. Оңбағандар. Ля, родной, қандай қыздар тап келгесін. Өзіміздің күндегі қыздар қайда? Соларды шақыра беру керек еді. Родной. Деше, қайын сіңліңіз бүгін жаман мас болып қалды, ренжімеңізші. Ертең ұйқымнан тұрған кезде миымды жемеңізші, сізге халат алып берем, жарай ма? Мағрипа бір қайын сіңілімді емес, бір күйеуімді арқалап келатқандай келатырмын ғой. Қарсы что күйеуім ішпейді. Ой, менің ағам алтын ғой. Жеңге жаңа жігіттер оңбаған екенше, мен мастығымды пайдаланды ғой. Мағрипа, сен олардан емес, өзіңнен көргің келмей ма? Қойыңызшы, жеңге, дұрыс емес па? Кесар 32-600. Ол жер 800 қарындас. Ой, 2-3 теңге қоссаңыз, адресі жақындап кетпейді ғой. Не деп тұрса ғой? Әй, сиыр! Өлә дешена менің жігітім ғой. 5 теңгеге апарып түседі бұл қазір мен. Апарасыз ғой, а? Кім отыр енді, үйреніп қалдық қой. Артына отырып алыңыз. Сағынады екенсің сен де. Кішкене ішіп қойып қуып кетіппіз. Ештеңе қылмайды кетті. Отырыңыз жеше артына. Жаңағы адреске ма? Иә, тура сол адреске. Көйлек ауыстырып, капроңды аланы.
қарасаңызшы, Инстаграмда 100 000 болдық бір түнде. 100 000. Я, кешегі салған видеомыз бар ғой, сол бүкіл жерге тарап кеткен ғой, прямой эфир қосылып қалып кеткен. Бүкіл Қазақстан бізден таниды. Құдайдың бізге берген бағы ғой мынау. Мағрипа, кешегі жайлы сөйлесейін деп едім сенімен. Біздің жасағанымыз мүлдем дұрыс емес. Көрдің ғой кеше не болғанын? Ағаң білсе, екеуміз де өлтіреді. Жеше, мен не айтып тұрмын, сіз не айтып тұрсыз? Сол видеоның арқасында танымал болдық деймін. Танымал? Я! Алло? Аха, бізге адрес жіберіңіз, біз қазір барамыз сіздерге қарай. Аха, жарайды. Жоқ, бармаймыз еш жаққа. Жеше, бірінші сұрасаңызшы қайда деп. Қайда болса да бармаймыз, Мағрипа. Хорошо, онда киім алғыңыз келмей ма? Онда жарайды, онда киім алғыңыз келмесе бопты. Киім? Бізде ақша да жоқ қой киімге. Жеше, дешушка, чекошка, Мағрипошка тұрған кезде еш нәрседен уайымдамасаңызшы. Айару стайл деген женский киім сататын магазин бартерге жазып жатыр. Барамыз, киім аламыз, кетеміз. Ол бартер дегенге де ақша керек емес па? Вот именно ақша керек емес. Барамыз, бартерге барлығын тегін алып кетеміз. Блогерлер білмейсіз па не сіз? Шынымен ба? Я, деше, барып жуынып шайымды ертерек шығайық. Біздің кешегі армандарымызды ұмытпасаңызшы. Косметика аламыз, нормально киінеміз, нормально өмір сүреміз деп еді қой. Жаным, мен сен келгенше дұрыс болды ше. Маған түсінде атам аян берді ғой. Бар, мөлдірге көмектес, мөлдір қиналып жүр, қасында бол деді ғой. Сол атам әруақ үшін келдім негіз. Қай ата? Аяз ата ше? Айтпайтын жоқ. Қой, мен барып онда завтрак жасайын, не жейсің сен? Ой, завтрак несі, мен өзім-ақ жаса саламын. Сіз барып жуынып, шайын бір реттеле беріңізші тезіз. Қой, сен жуынбайсың ба? Жоқ, мен сасып тұрған жоқпын пока. Барып түсе беріңіз. Өзім күшті қып тамақ жасап қоям. Болды, онда мен дайындалайын. Шоштаған жердің ғой адам байқайлап. Аха. Бәрі 100 000. Мағрипошканың ас бөлмесіне қош келдіңіз. Не қалайсыз? Кетші бер, жындығыз. Өлә деше, ертең сонда қымбат ресторандарға барған кезде официантқа кетші бар деп отырасыз ба? Не қалайсыз, айтсаңызшы? Онда маған ананас шырынын бересіз ба? Ананас шырыны жоқ, бірақ сол дәмге ұқсас қара шай бар. Жоқ, мен ананас шырынын ішкім келіп тұр. Онда магазинге барып келіңіз бар. Құши, шай іше берейікші, отыр. Аха, молодец. Первыйға не қалайсыз, второйға не қалайсыз? Не бар? Второйға Нидерландияда жайылып өскен тауықтың жұмыртқасы, кейбір деректерде ол тауықтың жұмыртқасының әкесі качок болған деседі, оны жеген адам күні бойы Жеңел жүремін ба? жоқ, жел шығарып жүресіз. Кетші, айтпайтын жоқ. Отырайық. Қазір ашып берейін сізге. Алле. Ресторан болып отыр ғанда жоқ. Шайыңыз. Ай, Мағрипа? Не мынау? Не мынау енді ше? Бізде қазақтарға не үшін айтады? Жаңадан түскен келіндер міндетті түрде орамал тағып жүреді. Тазалық үшін кухняда осындай тамақтарға шаш түспесін деп, ертең женшесі үйретпеді деп айтады ғой. Бала емізіп отқан кезде орамалмен емізетін болған. Балаға шаш, қайызғақ, не бір таза емес нәрселер түспесін деп. Қойыңызшы деше, мынау менің шашым емес. Жұмыртқаның анасының шашы ғой. Кейбір деректерде анасы шашын жайып жүрген деседі. Шығармайтының жоқ ше, осы сеніңше. Шайыңыз ішіңізші деше, енді әдейі істеген жоқпыз ғой. Ой, бір дайындап қалбек, сонша бір. Деше, оны қойыңызшы, екеумізге тикток түсіру керек, білесіз ба? Подписчик деген тез жинап аламыз ар жақта.
ертең ағаң мынау қартайған кезде құтырды деп ұрсып жүрмесін екеумізге тиктогымыз шығарып. Неменеге өз-өзіңізді қартайта бересіз? Жап жассыз ғой сіз. Қазір бір бутикке барамыз, күшті модный киімдер аламыз, как минимум 10 жылға жасарып кетесіз ғой. Шайыңызды ішіп алыңызшы, әкеңіз құйып берейін. Спорт жөнесі. Деше босаңызшы енді. Тұра бересіз ба? Мә жерде носки тұрсигетін алып кету керек қой. Қалай деше? Кино болып тұрмын ба? Сериал болып тұрмын ба? Деше күшті болды бүгін, ертең обязательно шугарингке барайықшы. Аяғым бір аяғым жүні бар, бір аяғым жүні жоқ болып жүр ме? Мен де жасап алайын соны тауқып. О, қалайсыз ағасы? Таза ма жейдеңіздің? Жағасы әгегәгім, лепсиқайды қыз. Қаяқта жүрсіңдер? Ойбай, не болды? Қатайып отырсыз ғой. Жеңгем екеуміз дүкенге барып келдік, көрмейсіз ба? Дүкен аралағанда мөлдір. Сен не, күйеуіңнің жұмыстан келеді ұмытып кеттің ба? Үлгереміз деп ойладық қой, болады. Тамақ дайындап кеткен ем ғой. Сен мынаны тамақ етіп тұрсың ба? Мына тамағыңды азанда істеп кеткен тамақ қой мынау. Азанда емейсіз ба сол үшін? Келе салып бәріміздің берекемізден бай. Күшті настроениемен кебек. Жалғыз қарындасыңыз, жалғыз ағасын ұмыт кетеді деп ойладыңыз ба не? Бәріміз бірге отырып жеп алайық, Одан кейін киімдеріміз бар, күшті киім алдық, сізге киім көрсетеміз бүгін, Деше келсекші, отырсаңызшы. Біздің бірінші логымыз Моля осыдан 30 жыл бұрын. Тадам! Мынаның бәріне ақшаны қаяқтан аласыңдар? Ақшаларын көп болса маған берсеңдерші. Машинамды жөндетіп алайын. Ойбай, бұйыртса қарындасыңыз астыңызға салоннан сол жаңа машина мінгізеді. Чан, аузыңа май. Әйтеуір сендер банк тонап алған жоқсыңдар ма өзі? Жоқ аға, қарындасыңыз блогер ғой, 100 000 подписчигім бар қазір. Инстаграмда бартер дейді ғой, бартер. Мына, Инстаграмда осы бартер арқылы бүкіл киімдердің барлығын алып алдық. Сол бартерлеріңе маған ештеңе алмадыңдар ма? Ба, жаным, білесің ғой, бірінші сені ойлап жүрем ғой. Тадам! Ача, ұнамай қалдың ма? Мейлі, мен кеттім. 2-3 жұмысын шақырып атыр мен. Немене пәле, жұмыс деп? Білмеймін ғой, охранамын дейді әйтеуір. Мөлдір, бастамаш болды, Кеште саған айтып атқан жоқпын ғой. Осының біреуі бар. Артынан аңдиықта? Мағрипа, қойымда идеяң маған ұнап тұрған жоқ. Жүрегіме батпай тұр. Батады, таспайлап батырамыз. Не? Не? Не дедің? Артынан аңдиық деп атырым, деше, жүре береспей үстіп. Кеттік тез. Құрметті достар, домалақ бастар, бүгін біз ағамның артынан аңдейін деп атыр. Жота любовницасы бар сияқты артынан аңдып, соны білетін боламыз. Тікелей эфирді өшірмей, менімен бірге болыңыздар. Давайте. Баяғыда білгем осындай екен осының. Кетейікші. Кеткенде қазір кішкене күте тұрақта, может, сүйісіп қалатын шығар.
Достар, домалақ бастар, менің ағам таза оңбаған адам болып шықты ше. Бір қызбен отыр ғой, біз оны ұстап алдық, ары қарай қызық болатын сияқты. Эфирді жібермей қарап отырыңыздар. Әдем қызбен отыр бірақ. Құрмет достар, домалақ бастар, Моляның қандай шешім шығаратын бүгін сіздерге көрсететін болам, маған тіркеліп қойыңыздар. Пока. Оля, жеңге, есікті ашсай? Мағрипа, мен жалғыз қалдыршы. Болды жеңге, бір нәрсе керек болса айтасыз ғой. Мен де жүрегім жаралы болып жылағым кеп тұр жеңге. Жында, осында видеоларым болса тағы жіберіп тұршы маған, а то ішім пысып өлейін деп жүрмін ше. Достар, домалақ бастар, ойлаңыздаршы, екеуінің өмір сүріп атқандарына 15 жыл болған ғой. Жеңгем де сорлы ғой ше, өз-өзіне қарап жүрсе болады ғой. Ағам не істеді? Тұрды да кетіп қалды. Не болды енді? Мағрипа, сен сондай әдемісің, ақылыңа көрдің сай дейді. Жында, кетші бар. Үйтіп айтпа, қазір қасыңа барып жатып аламын. Көңілімнің хошы болмай тұр жеңге. Мазасызданып, біртүрлі болып тұрмын ше. Мағрипа, жүр, бөлек шығайық. Ағаңа еркін өмір сүруіне мұрша бергім кеп тұр. Мә, баяғыдан осы үйге келгеннен бастап ұнамайтын ше. На үйдің әйтеуір бір сасық иісі бар ма, сондай біртүрлі ғой. Ой, үйдің деппін ғой, ағамның бір сасық иісі бар ғой өзіне. Менің өзім үстім сасып жүр, топаспын ғой, жуынып жүрсем болады ғой, топаспын ғой менде ше. Қайда барамыз? Білмеймін. Квартира іздеу керек бізге бөлек шығу үшін. Квартира кәсіп. Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыңдар? Біз Моля екеумізге срочно квартира керек болып тұр. Квартира беретін таныстарыңыз болса, астыға жазыңыздаршы, өтініш. Не болып қалды дейді? Ағам Моляның көзіне шөп салып семьялары бычт болып отыр. Әйтпесе екеуі дейтін 15 жыл бірге тұрған ғой. Моля да сорлы біреу ғой ше. Мағрипа? Если что, хабарласасыңдар ғой таныстар болса. Мағрипа, не айтып кеттің? Енді, жише енді. Квартира номерін жіберді. Осыған хабарласып тезірек барайық. Сөйтші, сен заттарыңды жинашы. Алшы заттардың бәрін. Қай жерде бұл? Қай жерде? Күшті екен, шынымен, Иә. Қыздар үйі осы. Сіздер екеуіңіз ғана тұрасыздар ма? Точно? Топырлар біреулер кіріп кетпей ма? Жоқ, үлкен басымызбен алдамаймыз ғой сізді. Мен басым вообще үлкен, мүлдем алдамаймын сізді. Вредный привычкаларың жоқ па, что-то? Ол не? Енді темекі шегу, ішу, жігіттер әкеліп. Ойбай, біз сондай қыздарға ұқсап тұрмыз ба, тәте? Қойыңызшы. Жарайды, ақшаларын беріңдер. Бартерге болмай ма? Ой. Жарайды. Оля, деше, ақшаны қаяқтан алдыңыз? Яна, Болатқа бір машина алып берсем ғой деп жинап жүрген ақшам еді ғой. Қыздар! Ал! Қыздар, тағы да қайталап айтам. Ешқандай бұзақылық болмасын. Ішу, шегу, топалаң жасамаңыздар. Оля, әпше, біз сондай қыздар деп ойлап тұрсыздар ма? Киелі Түркістанда тұрып сондай нәрсе жасайды дейсіз ба? Осыдан ішсем, шексем, аузым қисайып, мені бай алмай қойсын. Құрсын, өзіңе жаман нәрсе ойлама. Жарайды, жақсы сау болыңдар. Жақсы сау болыңыз.
біз вообще ішіп шекпейміз ғой негізі. Соны айтамын. Айуан Болат, мен әлі саған көрсетемін. Ишак екен ғой Болат. Ағамның сондай адам екенін білгенде, баяғыда кішкентай кезінде күшікке ауыстырып, күшік кезінде ат тастайтын ем дешеше. Осы еркектердің барлығы бірдей ғой деше. Байқайсыз ба? Сөйтейікші. Мен біраз болды өйстіп өзіміз отырып, души өлгенше ешкім кеп жүрген тұғым ғой. Повод болмай жүрді ма? Повод таппай жүрдім. Сонымен енді ағам басқа қыз бізге кет қалып, ажырасып кетесің деп қуып жүрген күшті болды. Негізі соның арқасында души ішіп отырмын да. Кешіріңізші деше. Аузымнан авария болып отырмын ғой, аузымнан кешіріңізші. Ойымның бәрін ашық айтып қойыппын ғой. Мас болып жатқан екен. Ішіп қойықшы, кеңіс екеуміз. Алып қойыңыз. Ойбай, деше. Клапандардың бәрі енді ашылып келе жатыр ғой. Әптен ауылдан моториспен, тракториспен арақ ше беріп, арзан арақтарын. Аш жек, тоқ жектің бәрі кеп кеткен ғой. Мұна арақ күштеген деше. Не қылды? Ащы. Нені? Арақ ащы. Тағы ішесіз ба? Мағрипа. Неге топасын бәрін түсіндіріп айту керек ба? Арақ ащы деймін, ащы, аузым ашып жатыр. Ой, деше, мынаны ішіп беріңіз. Уды у қайтарады дейді, рахаттанып қаласыз қайтаға. Жоқ, маспын болды. Мен жаспын, деше, келіңіз. Мағрипа, болды, бұлай болмайды. Мен өзгерем. Ертеңнен бастап азында тұрып жүгірем, өз-өзіме қарайым. Көрсін кімді жоғалтып алған. Деше, жүгіріңіз, өзіңізге қараңыз, бірақ ішпеймін деген болмайды. Мынау дейтін микробтардың бәрін өлтіреді, антивирус қой мынау. Сен ауылдағы әбден тракторист мужиктармен ішіп әбден болыпсың ғой. Көрініп тұр. Ол мен ішпеймін. Одан кейін ішпеймін. Сен де ішпе. Достар, домалақ бастар, сендерді біраз жаңалықтан құр қалдырып қойған үшін кешірім сұрайым. Сендерді көбейіп 200 Алло. Достар, домалақ бастар, сендерді біраз жаңалықтан құр қалдырып қойған үшін кешірім сұрайым. Көбейіп 200 мыңға жетіп қапсындар ғой жандарым. Біз сол осы жаңа квартираға көшіп келіп, ішіп отырмыз. Сендердің 200 мың болғандарыңды жуып атырмыз. Көбейе бермеңдер, шалқаш болып кететін болдық қой. Сол, ойнап айтам, көбейе беріңдер. Сендер көбейген сайын маған мотивация, мен 2 есе жұмыс істейтін боламын. Давайте, ертең тағы да жаңалықтар айтып берем. Қымбатты менің 15 жылдық махаббатым. Мен сенен кеттім. Сені бұдан ары қарай қинағым келмейді. Мен барлығын өз көзіммен көрдім. Саған еш ренжімеймін. Қош бол, сүйіктім. Ана жақ өлік сасып отыр ғой. Мағрипа? Тұр, жүгіреміз. Құмаш дейші. Мағрипа, жүгіреміз деп келістік қой, тұрсай. Қойшы ду. Тұр дейм! Сәлем достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Бүгін тренировканы біз уже бастап кеттік. Моляны таңертең ұйқысынан әрең оятып алдым. Жаман маубас көтіне күн түскенше ұйықтайды ғой ше. Сіздер де спортпен айналысыңыздар. Давайте. Жаман ятыс екенсің ғой сен, я? Неге өтірік алдай бересің оқырмандарыңды? Деше, қазір блогерлердің барлығы шындығын айтады дейсіз ба? Түнімен кальянда, клубта ар-бер демалып, ішіп, шегіп жүреді. Таңертең түк болмағанда тренажерға келдік, спорт денсаулық кепілі деп айта салады ғой. Олардан қай жеріміз кем біздің?
Иә? Инстаграм не болып отыр, не жаңалық болып отыр? Айтпақшы сізге айтпадым ғой ше. Кешегі сіздің видеоңыздан кейін Инстаграмда подписчик дейтін 200 мыңға кетіп қалды ғой. Да? Иә, бізге енді деше күніге тоқтамай видео сала беру керек, сала керек. 500 мың подписчик болған кезде шетелге шығамыз деше. Неғып тұрмыз жүректі видео? Деше мынандай бір рубрика ойлап тауып қойдым. Подружки дейміз да, күніге подружкалардың әңгімелері туралы түсіріп жүреміз. Бүгіннен бастап түсіріп сала берекші, жүрші. Деше, бүйтейік бірінші. Ойбай, деше, кеше ішкен арақтың бәрі терімнен шықты ғой ше. Үстім спирт сасып кеткен ғой. Сен кеше арақ ішкен жоқсың ғой? Құйдың ғой аяқ жағында. Қой, сен үйдің бәрін жинап шық, мен завтрак жасап, кухняны жинайын. Деше, мен завтрак дайындайыншы. Жоқ, өзім жасайын. Бопта. Бәрін жинайын деп шаршап кеттім дешеше. Ең киіп, тоң қайып, бүкіл жердің шаңын сүртіп, мусорлардың барлығын шығарып, кәдімгідей. Тамақ жегелікке. Тамақ піспеді ма не әлі? Қандай тамақ? Жаңа завтрак жасаймын деп едіңіз ғой? Мынау енді тамақ емес па не? Болды Мағрипа екеуміз енді күнде осындай диетический тамақ жеп, творог жеп, ағарып, әдемі болуымыз керек. Жеңге, күніге андай тамақ жей беретін болсақ, біз арық тамақ түгілі жоқ болып кетеміз, білесіз па? Неменеге жоқ болып кетеді екенбіз? Ана Камша Жолдыбаева бар ғой, күнде осындай тамақ жейді екен, осындай ақ, творог, осындай жеп, әдемі болып, белді қыпша бел болып жүр ғой, әйтпесе менімен жасты ғой сол. А соны қарындасын білесіз ба? Қарындасы дейтін бе, онда не дейді? Сіңілісі бар ғой, қасында жүретін. Сол көбісі көшеде көрген кезде менімен шатастырады. Аты кім еді соның? Ұмытып қалдыңыз ба? Мен де ұмыттым ше, аты соның. Көшеде көрген кезде маған айтады, сен Кәмшат Жолдыбаеваның сіңілісі емессің ба, соның сіңілісі емессің ба дейді. Мен жоға кетіңдерші, кіммен салыстырып жатсыңдар деп өзінше болып кетемін ғой деше. Деше, жаңа салған вайнымыз бар ғой, уже 150 мың просмотр жинап тұр. Қойш? Мен болмасам бүкіл Қазақстан вайнсыз қалады екен ғой. Ой, неменеге мен қосып қойса арасында? Мен де бермей, женшенді де қосса, мен болмасам ше, 3,5 мың подписчик болып жүретінен ғой әлі? Әрине, Жиршушка, барлығы сіздің арқаңызда ғой, бірақ Инстаграм менікі де. Тамағыңда. Жіберіңіз тамағыңызда. Прикольно дейді, осындай подругам бар дейді. Малдар дейді. Мен ойланып отырмын да. Мен де сен сияқты подписчик жинап, бір бизнес бастап, бизнес-вумен болып кетсем ше. Ойбай, қасыңызда отыр ғой бизнес-вумен, өзінің бумен. Не қойсыз ғой? Деше, негіз ойлап тұрмын да. Сіз астарлы ақиқатқа барсаңыз, 15 жыл бірге тұрған күйеуім көзіме шөп салып, басқа любовницасымен кетіп қалды, осыған ойларыңыз қалай деп айтсаңыз ше, халықтың барлығы сізге жаны ашып, кім уайымдама мөлдір, саған поддержка береміз дейді, саған сізге тіркеліп поддержка беріп, сөйтіп сәл-сәл андай подписчиктеріңізде өсіп қалады. Солай қалай? Қойшы, оны көп халық көреді ғой. Мен үйден кеткенімді әлі ата-анам да білмейді, туыстарым да білмейді. Ертең ата-анама сөз келтіріп, қызы байдан қайтыпты деген сөзге қалдырғым келмейді. Ешкім білмей-ақ қойсыншы мен. Онда қалаулымға берсаңызшы. Қалаулымға барасыз, сол жақтан бір үміткер келеді, екеуіңіз бақытты болып өмір сүріп кетесіз. Ағам қызғанады зато. Жоқ, мен сен қасыңда жүре берейінші одан. Сөйтесіз ба? Жарайды, болды, әр нәрсені бір ойлап, не алла бермекші. Бүкіл негативті денеңізден шығарып, аяғыңыздың тырнақтарынан шығарып тастаңызшы. Қарныңыз ашқан жоқ па? Ашты ғой сол. Бір андай необычный бір нәрсе жегіңіз келіп тұрған жоқ па? Вокзал жаққа барып бас жеп қайтайық та онда. Қандай бас? Тақыр бас. Қойдың басы да кәдімгі.
ол диетический емес қой, қош. Кәдімгі шөп шаланы тығып жей бересіз деймін жеше. Ой, жемесеңіз жемей ақ қойыңызшы. Еш нәрсе жақпайды, айта берсіз өзге. Жеше, мынаны қарасаңызшы. Ағамды қарасаңызшы, любовницасына торговый центрден шуба алып беріп жатыр ғой. Ужас! Еще әдемі жарасып тұр ғой шубасы. Норковый ғой мынау. Come beautiful girl, нан бағасын сұрап бере аласың ба? Бартерге берем екен мынандай шубаларды. Мә, демсін ай. Аңғырсай. Болат звондап жатыр. Алсаңызшы, сөйлессеңізші енді. Алмаймын, өліп қалсам да алмаймын. Деше, сөйлессеңізші енді, мүмкіндік шығар, өлейін деп атқан шығар, қаяқтан білесіз? Алайын ба? Иә, алыңыз, сөйлесіңіз, проблемадан қашпай, проблемаға қарай жүгіріңіз деп кеше инстаграмда оқымайым, сондай қылсаңызшы. Алло. Жақсы. Қазір жазып жіберем. Не дейді? Адресім сұрап жатыр. Мөлдір қалайсың? Не үшін келдің? Еркек құсап, барлығын түсіндіріп кетейін деп келдім. Тыңдап тұрмын. Моля, сен ренжіме маған. Маған сен ренжіме. Мен жаспын. Мен әлі жүруім керек. Түсінем. Мен де жұрттың еркектері құсап, өзімнің әйеліммен қол ұстасып қыдырып жүргім келеді. Еркелеткім келеді, аймалағым келеді. Құшағымда қысып ұстап көтеріп жүргім келеді. Ал сен ше? Сен қандай едің баяғыда? Қыпша белді, қолаң шашты. Ал қазір ше? Сен қазір мүлдем өз-өзге қарамайсың. Сонда мен не істеуім керек? Айтшы, не істеуім керек? Не қылды жеше? Не дейді? Заттарыңды жина, кетеміз. Мен білдімше екеуіңіздің қайта қосылатыныңызшы. Жүрегім жаман сезді ғой, білмемше дұрыс болды негізі. Алматыға кетеміз. Мен енді бұл қалада еш нәрсе істеп тұрған жоқ. Алматыға? Дұрыс болды жеше. Білгем ана Болат Айуанды ше, сөйтіп істейтін. Қалсын осы қалада, сол любовницасымен. Қай жеріне барамыз Алматының?